Сәлем менің оқырмандарым, қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі пончиктердің рецептісін ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен бізге жұмыртқа мен шекерді венчикпен жақсылап, шекер ерігенше араластырып алу қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ерітілген сармайымызды құямыз. Қаймағымызды құямыз. Тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ванилинімізді саламыз. Тағы да венчикпен араластырып аламыз. Енді содамызды сөндіріп аламыз. Ол үшін 1 шай қасық содаға 2 шай қасық уксус құямыз. Екеуі реакцияға түседі, көпіреді. Осы массаны өзіміздің пончик дайындап жатқан массаның үстіне құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұн саламыз. Ұнды бірден салуға болмайды. Қасықпен біртіндеп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ішінде ұнның іртіктері болмауы қажет. Бізде қоймалжыңдау масса шығу керек. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне массамыз дайын. Енді арнайы пончик пісіретін табаларға құятын боламыз. Міне кондитерлік дүкенде осындай пончикке арналған таба бар, силиконды. Осыған кондитерлік мешокқа құйылған массаны құйып шығамыз. Барлығын бірдей етіп құямыз. Табаны алдын ала сұйық маймен майлап аламыз. Осылай столдың үстіне соғып аламыз. Тестіміздің беті бірдей болу керек. Қызып тұрған 180 градус пеште 25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Осындай пончиктер шықты менде. Өте тез алынады. Барлығы піскеннен кейін пончиктарымызды әбден суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін ғана бетін әрлейтін боламыз. Бұл пончиктар менің балаларымның ең сүйікті тәттілерінің бірі. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Осылай шоколадты ерітіп алып, пончиктердің бетін аунатып аламыз. Пончиктардың бетіне шоколадты жаққаннан кейін өзіңіз әртүрлі посыпкамен әрлеуіңізге болады, немесе посыпкасыз осылай да шоколадын қатырып ұсынсаңыз да болады. Мен торттардың бетіне себетін посыпкаларды пайдаландым. 3 түрлі посыпкамен сәндедім. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерді әртүрлі рецептерді ұсынатын боламын. Міне осындай әдемі, дәмді, жұп-жұмсақ пончиктер шықты. Осы
пончиктерді енді 1 сағатқа тоңазытқышқа салып, бетіндегі шоколады қатқанша салып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттерді сіздерге бөлісемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.